Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазыбек бидің кім жақын, не қымбат, не қиын шешендік сөзі. Оқушылар, бүгінгі сабақта Қазыбек бидің кім жақын, не қымбат, не қиын шешендік сөзімен танысасыздар. Шешендік сөздегі автор бейнесін идеялық, стилистикалық тұтастықта талдайсыздар. Автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазасыздар. Оқушылар, қаз дауысты Қазыбек би қазақ халқының 17-18 ғасырлардағы үш биінің бірі, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Әділдігі мен алғырлығы үшін Тәуке хан Қазыбекті орта жүздің бас биі сайлаған. Би әз Тәукенің тұсында хан кеңесінің белді мүшелерінің бірі болса, Сәмеке, Әбілмәмбет, Абылай ел билеген кезеңдерде де мемлекет басқару ісіне жиі араласып, ішкі сыртқы саясатта ақыл кеңестер беріп отырған. Қазір Қазыбек бидің кім жақын, не қымбат, не қиын шешендік сөзін бірге оқиық. Бір адам Қазыбек биге кім жақын, не қымбат, не қиын деген үш сұраққа жауап беруді өтініпті. Сонда би оған былай үн қатыпты. Тату болса, ағайын жақын, ақылшы болса, апайың жақын, бауырмал болса, інің жақын, алдыңа тартқан адаласын, қимас жақын қарындасың. Сыбайлас болса, нағашың жақын, адал болса, досың жақын, жан серігің жас кезіңнен, бәрінен де әйелің жақын. Ал қымбат туралы, алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атаң қымбат, аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, туып өскен елің қымбат, ұятпенен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат десе, қиын туралы, арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шанышқылаған сөз қиын, дәл осындай жағдайда пана болмас өз үйің. Жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын, ақылыңнан адасып, өзің түскен өрт қиын, не істеріңді біле алмай, ашиды сонда бас миың. Оқушылар, қазір қаз дауысты Қазыбек бидің ой толғамының мәнін, идеясын түсіну үшін келесі тапсырмаларды орындаңыздар. Бірінші тапсырма. Автордың ойынша кім қандай болу керек? Тату болса, ағайын жақын, ақылшы болса, апайың жақын, бауырмал болса, інің жақын, алдыңа тартқан адаласын, қимас жақын қарындасың. Сыбайлас болса, нағашың жақын, адал болса, досың жақын, еркелейтін немерең жақын, жан серігің жас кезіңнен, бәрінен де әйелің жақын. Қанекей оқушылар, тапсырманы орындаңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабын көрейік. Жауабы. Автордың ойынша кім қандай болу керек? Ағайын тату болу керек. Ағайынның арасында бірлік болу керек. Мәшһүр Жүсіп те айтқандай, түсінсең түйткіл сөзімді, улы тілмен шағайын. Өскен ордам жамандап, жақсыны қайдан табайын деген ойымен де Қазыбек бидің айтқан ойы сәйкес келіп тұр. Ағайын бір-бірімен тату болғанда ғана бір-біріне жақын болады. Апайың ақылшы болу керек. Яғни апайың жол көрсетуші, жетелеуші болса, қарындасың қамқор болу керек екен. Нағашың жанашыр болу керек. Қазақ халқында жігіттің үш жұрты бар дейді. Өз жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты. Соның ішінде нағашы жұртың сенің жанашырың болу керек екен. Інің бауырмал болу керек. Досың адал болу керек. Достың қасиеті оның адалдығында екен. Сонда ғана ол сенің жақының. Барлығын айта келе, Қазыбек би әйелге ерекше тоқталады. Оның ерекшелігі жан серігің болуы. Жан серігі болу, оның жанын
өз жанындай түсіну деген сөз. Ал енді қымбат туралы не айтады екен? Екінші тапсырма. Ұғымдарды жалпы сипатына, бір-бірімен байланыстылығына қарай жіктеп, оларды ортақтастыратын атау қойып топтастырыңыздар. Оқушылар, өлеңді оқысаңыздар, оны екі топқа бөлуге болады. Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атан қымбат, аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, туып өскен елің қымбат, ұят пенен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат. Қанекей, сіздер екі топқа бөліп, ортақ атау қойып топтастырыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабын көрейік. Отбасы бұл ортақ атау, осы атаумен топтастырылды. Неге? Өйткені сенің ең қымбат жандарың атаң, әкең, апаң, анаң, сүйген жар туралы айтылып тұр. Құт берекең, асқар тауың, атаң мен әкең болса, сені аймалайтын, еркелететін анаң және саған мейірімін төгетін апаң қымбат. Ал өзің сүйген жар сенің жаныңа жақын ең қымбат жан. Келесі топты құндылық деп аталды. Неге? Өйткені адамға өзінің отаны, туып өскен елі баға жетпес байлығы. Адам қай жерлерде жүрсе де отанына, туған жеріне пайдасын тигізіп, қызмет еткісі келеді. Сондықтан адам үшін отан, туған жер құнды. Одан кейін ұят пенен ар қымбат. Қазақ халқында өлімнен ұят күшті деген сөз бар. Қазақ халқы әр қашан ұятын, намысын сақтаған халық. Сондықтан да отан, туып өскен ел, ұят пенен ар қымбат дейді автор. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Үшінші тапсырма. Автор стиліне сүйене отырып, қарамен жазылған сөздерді өз ой толғамыңызбен өлең түрінде жазыңыз. Арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шанышқылаған сөз қиын, дәл осындай жағдайда пана болмас өз үйің. Жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын, ақылыңнан адасып, өзің түскен өрт қиын, не істеріңді біле алмай, ашиды сонда бас миың. Міне Қазыбек бидің қиын туралы айтқан ойының ішінен жау, дау, сөз, дерт, серт деген сөздерді қолданып, өз ой толғамдарыңызды өлең түрінде автор стиліне сүйене отырып жазыңыздар. Шығармашылық жұмыстарыңызды аяқтап болсаңыздар, онда тапсырманың жауабын көрейік. Оқушылар, шығармашылық жұмыс болғандықтан, сіздердің әрқайсыңыздың ойларыңыз әртүрлі. Өз ойларыңызды әртүрлі өлең жолдарымен жеткіздіңіздер. Ал енді мына өлең жолына көңіл бөліңіздер. Арадан шыққан жау қиын, көзге көрінбес жау қиын. Арадан шыққан жау ол яғни адамның жанына жақын жүрген, сол адамды білетін, соның айналасындағы адам. Адам негізінен өз жанында жүрген адамды жау деп есептемейді. Сондықтан Қазыбек би айтады, арадан шыққан жау деп. Көзге көрінбес жау. Бұл қандай жау? Бұл өзінің жау екенін танытпайтын адамды айтуға болады. Яғни сенімен дос сияқты болып, екіжүзділік танытып саған қиянатта келтіріп жүрген адам, ол көзге көрінбес жау. Таусылмайтын дау қиын, шешімін таппас дау қиын. Егер дау шешімін таппаса, ол таусылмайды. Ал егер таусылмаса, онда ол шешімін таппайды.
Бұл екі ой бір-бірімен сәйкес келіп тұр. Шанышқылаған сөз қиын. Шанышқылаған сөз деген не? Ол адамның жүрегін ауыртатын сөз. Сол сияқты орынсыз айтылған сөз де адамның жүрегіне батып, көңіліне ауыр тиеді. Ем шипасыз дерт, жазылмас дерт. Бұл сөздерді тура мағынасында да, ауыспалы мағынасында да түсінуге болады. Тура мағынасындағы дерт сіздің тәніңізді ауыртса, ауыспалы мағынасындағы дерт сіздің жаныңызды ауыртады. Сіздің жаныңызға бататын сөз айтылса, ол сіздің жаныңызға келген дерт. Сіздің көңіліңізде бір мұң болса, қайғы болса, ол да ем шипасы жоқ дерт. Іске аспаған серт қиын, жылпос берген серт қиын. Іске аспаған серт орындалмаған уәде. Жылпос берген сертте орындалмаған уәде. Жылпос деп кімді айтады? Ол сөзімен ісі сәйкес келмейтін адамды айтады. Мұндай адамдар уәдесін орындамайтын, сертінде тұрмайтын адамдар. Мінекей оқушылар, шешендік сөздің мәні мен идеясын талдадыңыздар. Бүгінгі сабақта Қазыбек бидің кім жақын, не қымбат, не қиын шешендік сөзімен таныстық. Шешендік сөздегі автор бейнесін идеялық, стилистикалық тұтастықта талдадық. Автор стиліне сүйене отырып, өлең жаздық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.